Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін біз капуста мен фаршты қолданып өте дәмді ерекше таам жасайтын боламыз. Мінекей достар, бізге тартылған ет, күріш, капуста жуа қажет болады. Одан кейін капустаның осылай арт жағын тесіп ойып аламыз. Осылай мінекей достар, ішіндегісін де алып тастаймыз. Одан кейін бұның бір ерекшелігі осылай ішіне сүтімізді құйып қайнататын боламыз. Жуамызды осылай ұсақ қылып турап аламыз. Капустаға неге сүт құямыз десеңіздер, бұл капустаға жұмсақтық қасиет береді. Осылай турап болғаннан кейін сұйық майымызды қыздырып қуыратын боламыз. Мен жуамды қуырып алдым, енді үстіне фаршымызды саламыз. Үстіне тұзымыз бен дәмдеуіштерімізді сеуіп осылай қуырамыз. Одан кейін күрішімізді жуып, осылай салып жібереміз. Одан кейін 2 қасық томат салып қуырамыз. Мінекей біздің капустамызға дайын болып қалды, оны осылай түсіріп аламыз. Жаңағы фаршымызды 15-20 минуттай қуырамыз. Одан кейін осылай капустамызды кесенің ішіне салып, ішіне начинкамызды салатын боламыз. Мінекей достар, осындай керемет болып шықты. Достар, осындай керемет болып шықты. Енді томатқа шамалы су қосып, осылай томатымызды ерігенше араластырамыз. Осылай қазанға құйып қайнататын боламыз. Мінекей достар, өте керемет, иісі де керемет. Одан кейін арнайы табақшаға түсіріп аламыз. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер.